Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Бека, және де біз топ челлендж жүретін боламыз. Контент Қазақстаннан болмаған, ешкім қайталамаған десем болады. Ол челлендж Донбассыда 24 сағат Донбассыда өздеріңіз көріп отқандай видеоның басында сол челлендж түсіретін боламыз. Өте қызық челлендж болды, ол контент болды, өте қызық болды. Видео барысында өте керемет желілер, өте қызық болды достар, көреміз. Және де сәттілік. Енді сіздің өте мені қуантқыңыз келетін болса, онда сіз лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркеліп, колокольчик шертіп кеттіңіздер. Және де ол өте мен үшін реакция. Тез не істеп жинау керек. Бізде, Донбассыда лут, бізде лут аз. Донбассыда не дегенмен 2 адам үшін. Бізде, бірінші арвижамыз Эмалс пен Петух болды. Және де нені абылық. Авойым шығып қап, мынаны абылық. Достар, өте қызық челлендж ойнап тұр. Ешкім қайталамаған. Шелзи адрестер тек қана фактория анау соларды ғана істейтін болын. Ал біз болсақ только біз Донбассаны істейтін боламыз. Fire KZ Дамир YouTube олар Fire KZ ол тауық қораны түсірген болатын. Ал біз болсақ ерекшеленіп Донбассада, бірақ Fire KZ Донбассаның лутумен деген да, ал біз болсақ Донбассада 24 сағат ол ешкімнен ой ұрлау деген әңгіме жатпайды. Және де екінші адам басын өпсеміз, екеуінді өлтіреміз, зажимать етіп жүріп. Не болса да, бізде қоржымызда 3 килл, нағырым бастарына беріп аттешке өлтіріп сөк дейін. Жоқ, біреу жатқыздым, бірақ кім екенін білмеймін. Досы көтеру болмаса болған, Бека дайвет етіпсі. Бека, красавчик, менді бұны зажимать етіп күттім, бірақ басына беріп ұстаған. Басына беріп кейін зажимать етілді деген сөз шықса, ішіңа шет базар жоқ. Енді біз ана адамның шыққан күттіріп, досының құмен бұл дос емес па, білмеймін. Жоқ, мұна Крис екен, оны шыққан күтіп отырмын. Нақты жанында бір соның напартнигі жүрмі, бір нәрсе. Соның екінші адам басына беріп ұстағым келіп отыр, бірақ ол шықпай атыр. Не дегенмен, ато басына беріп ұстайтынек. Тай, шық. Шық, давай, шық. Шық. Осыны шыққан күтеміз енді. Тай, ой, ё-майо, осындай кезде 93 кетіп қалады екен басына. Бізде, аптешка қамат. Бізде, қаржыларымызда 4 килл болды енді. Енді ойдағырда 4 килл жасап үлгердік. Енді, тез бізге соңына жерілу керек тез. Өйткені біз 24 сағат Донбассыда шыдау мүмкін емес. Өйткені өте 24 сағат ешкім отырамаған десек те болады ғой. Соңына шейін екеуміз ғана отырып, ешкім істемаған, істеуге, дұғы жетпейді болған істеуге дегенде. Ал Шелзи АДС сендерге челлендж болады для себя дейді. Шелзи мен АДС-ға арналған челлендж. Күшті болсаңдар қайталаңдар. Енді Шелзи мен АДС күшті болсаңдар қайталаңдар дейін. Ал Шелзи мен АДС-тің нелер болатын болса, Шелзиға айтыңдар. Шелзи сендерге намек тастап отыр деп. Сендерге айтар болса, біз өте қызық челлендж сүріп отырық. Өте қызық болады. Бұл жерде адамдар өте аз жүр. Жоқ, аз жүргенде, аз жүрді, бірақ әрқайсысы әр жақта жүр. Бізде автоматқа патрон таусылып қалды. Бека, тастамаса. Бека ТВ, мен, досым, жанында, ода күшті контенттер болатыр. Ол жағында тегін турик жасайды, по-моему. Сол менің описаниямда тұр, ссылкасын қалдырып кетем. Тіркелімдер өте қызық болады. Енді достар, бұл Донбассаның Шелзи нелер білмейтін болса шартын, ал мен айтып кетейін. Бұл шарты, бұл ненің челленджін шарты Донбассада 24 сағат отыру түсірген адамға байланысты. Ал екінші адам напарнигі оны шығып келуге болады. Енді ол өте қызық болған, оны ешкім қайталай алмайды. Бұл челлендж ешкім қайталай алмайды. Енді біз, Бекканы өтет етіп келді, бізге 60 патрон берді. Енді ол 60 патронды біз енді экономдап құрту керек бізге енді. Және де
өте қызық челлендж. Бұл ұнаса Kills Challenge-да бұл тығыл немесе өл дегеннің екінші часті болады, по-моему. Сол енді Құдай қаласа десек болады. Сол екінші частқа түскілеріңіз келсе комментарий жазыңыздар. Мына бір адам жүр, ол біз байқамады, по-моему. Аты отырық, бірақ ол кішкентай ана үйдің атын не дейтсек болады. Квартираға кіріп кетті. Енді сол үйдің ішінде жүр. Бізді короче вообще болмаған. Менде әйтеуір пикте данжер болып отыр, білген. Пикте данжер. Бір адам данжерден өліп қалды. Енді байқысқа обал данжерден өліп қалды. Енді біз ана екінші адамның несін, ана екінші адамның шыққанын күтіп отырық. Ол по-моему напарнигімен жүр. Ал оның напарнигі қаяқта екен білмеймін. Өте қызық челлендж. Ұнаса қайталасаңыздар. Және де астына мен айтып кеттіңіздер, қайталадым көр деп. Мен обязательно көретін боламын. Осы ненің комментарийдасында мен қайталадым деп. Мен көретін боламын. Өте қызық челлендж бұл. Енді короче мені қуантқыларыңыз келсе, сіздің бір көмегіңіз тигісі келсе, онда сіз оң жағыңызда тұрған күшіктің айтқанын істеңіз. Ол сізге жаман нәрсе үйретпейді. Өте жақсы ниетте күшікте мені қуантқысы келіп тұрған жақтан білесіздер. Короче бізде жоқ бекан ата тұр акамен. Ака дракон немесе ана новыйдан шыққан аканың көк ака, по-моему. Сол акамен атып отыр. Негізі аканың сол көк түрі шыққан соң ака дракон қалды. Скар титан инкубаторға шыққан соң Скар Купидон қалды. Ал X78 ожирение қалды. X78-нен кейін. Бірақ көбісі X78 ожирение ойнатқандарын көрдім. Наполеон көбісі енді не үшін, мақтану үшін алып отыр. Жоқ, мына адамдар Рашқа келейін деп отыр. Рашқа келсе өте жақсы, біз күтіп аламыз, өзіміздің тактикамыз бар. Осы челлендж сүру үшін біз 10-15 катка не істетін боламыз, дайындалған боламыз. Енді біз оны күту керек, бізге күту ғана қалды. Жоқ, мына адам кірді, короче. Жоқ, басына өрт салды, енді оның артынан тайғанса кету керек бізге. Енді бұның басына өрамай кетті. Не қиын жер осы болды бізде. Екінші напарнигі, короче, бұны лақтырды, короче. Екінші напарнигі лақтырды. Екінші напарнигі жоқтан. Қаяқта екен, құдай біледі. Енді төбесіңізде көреміз, бұны өтейте тұтқан кезде арттан көріп кетеді. Тағы бәле, короче, оның ақпасын өзі шешетін болады. Екінші адамды өте қызық челлендж, бізде, короче, енді біз зонаға кіретін боламыз, өйткені зона бізде емес. Бізде, короче, қазір М40 пен М60 аламыз. Ол, короче, несі мықты болады, М60 пен М40 алған соң. Менде М60 ожирение, сол үшін алам. Тем более, X78-мен қарағанда жақсы. Менің аккаунты мықты емес десеңіздер, өздеріңіз айтып білесіздер оның жағын. Бірақ менің скиллым күшті деген болады. Көбісінен қарағанда скиллым күшті. Енді біздің зонаға жүгіретін уақыт келді десек те болады. Короче, достар, екі жетіп кеттім. Мен ана катана дегенді ұната бермеймін. Ана кеуро сияқты катана дегенді ұната бермеймін. Өте жек көремін катана дегенді. Автоматтан сол қолға қауыстырған кездегі дауысын ұната бермеймін катананың. Сол үшін мен алғым келмейді. Енді біз және эспудамен жыртып отқан адамды бару керек. Эспуда деген нағыз зажимщиктердің автоматы болатын. Короче, адам қаяқта. Адам, по-моему, үйге кіріп кетті адам. Біз адам үйге кіріп кеткен кезде жайлап кетіп airdrop өтейді болайық. Airdropта не бар екен? Жоқ, бірақ оның патрон жоқ екен вообще. Ату жақсы болды бізде дейді. Компты ашқан кезде турикте қатысатын болсаңыздар, стек анасида отмаса, турикта ең бірінші құрал ол анандай нені алыңыздар. Короче, бомба ататын гранит алыңыздар, өте жақсы, патрон бітпейді, сол үшін жақсы. Енді екіншіні дәу машина, монстрға мініп алайық, короче. Жоғана спыдай зажившік мені атықты білген. Енді сонымен, короче, арпалысып жүретін боламыз енді осымен. Өйткені зона осыда челлендж болмағанда біз говно зонаға кіріп алатын ек уже. Зонада жүріп оны күтіп алатын ек. Амал жоқ. Да енді мына тикатпен кету керек. Достар, осы челлендж ұнайтын болса лайктарыңыз басып кетіңіздер. Давайте сау болыңыздар, достар.
махаббаттың құдірет күші әлдиле, екі жастың табыстырған жүрегін, жастық жалын асыларынан ақ ниет, бақыт сыйлап ұсыныпты гүлдерін. Ой үстінде тәтті күнде, жас жұбайлар